Қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Ас содасы қосылмайтын, өте дәмді, жұмсақ, әрі өте жұқа болып пісетін құймақтар әзірлейміз. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Ең алдымен жұмыртқаға тұз, қантты салып араластырамыз. Бөлме температурада тұрған сүтті құямыз. Онды бірте-бірте аз-аз бөліктерге сала отырып араластырамыз. Ешқандай түйіршік болмауы керек. Барлық құрамын төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын. Егер сізде таразы болмаса, 1 стакан сүт, 1 стакан ұн, жарты стакан суды пайдалансаңыздар болады. Енді үстіне жылы су құямыз. Сұйық май құямыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Осындай бір келкі сұйық қамыр болуы керек. Табамызды қыздырып, бірінші құймаққа май жағамыз. Қалған құймақтарға май жағудың қажеті жоқ. Осылай шеті қызара бастаған кезде силиконды күрекшемен аша отырып, құймақты келесі бетіне аударамыз. Құймақ пісіп жатқанда қамырды араластыруды ұмытпаңыздар. Өйткені түбі қоюланып қалады. Екінші беті бірінші бетінен қарағанда тезірек піседі. Егерде құймақтарыңыз табаға жабысып, немесе жыртылып жатса, онда қамырларыңыз өте сұйық деген сөз. Кішкене ұн қосып араластырсаңыздар болады. Осылай барлық құймақты пісіріп аламыз. Орташа отта пісіріп аламыз. Осы рецептпен 16 штук құймақ шығады. Пісіріп болдық. Өте дәмді, жұмсақ, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазақша каналды қолдап, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.